Я әрине өз басым борыш деп есептеймін. Отан алдындағы бірінші міндеттері, ер жігіттің бірінші міндеті әскерге бару деп санаймын. Иә, борыш деп есептеймін. Мен ойымша, әр адам, ер жігіт өзі шешіп барғысы келеді ма, жоқ па? Бірақ алайда егер ол өзін бір таң көргісі келсе, өзін қандай мүмкіндігін өзін көргісі келсе, ол әскерге баруы тиіс. Жоқ, негізі, дұрыс негізі. Негізі 40 күндік әскері бар ма? Барлығына бару керек еркек адам. Өйткені соғыс мәнерін үйренбесе, ол болмайды бәрі. Соғыс қазіргі уақытта соғыс кез келген уақытта тууы мүмкін. Менің ойымша бұл дұрыс емес. Егер ер жігіт әскерге барғысы келмесе, және егер ол бармаса, оны жұмысқа алмаса, бұл дұрыс емес. Себебі әр адамда өзінің таңдауы болу керек қой. Елімізді қорғай берсін, еркек мінездер арта берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, патшамызға иман берсін. Егер болашақта әскерге байланысты бір армандарың болса, оларға жетулеріне тілектеспін. Алда келе жатқан 7 май жігіттер мейрамын алдын ала құттықтаймын. Мейрамдарыңыз құтты болсын. Сіздерге ең бірінші денсаулық тілеймін, және де қажымас қайрат, ер мінезге тән қасиетті тілеймін. Әрдайым жігерлеріңіз биік, рухтарыңыз көтеріңкі болсын. Елімізді қорғап, намысты қолдан бермей жүре беріңіздер.